Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дамский палочка тортының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Толық керек заттарды төменге жазып қоятын боламын. Алдымен бір ыдысымызды отқа қойып, ішіне 1,5 стақан суымызды құятын боламыз. Және де 1 шымдым тұзымызды да саламыз. Суымыз қайнап шыққан соң, үстіне 1 маргаринді салатын боламыз. Маргаринді салған соң, жақсылап араластырып, ерігенін күтеміз. Осылай толығымен еріген соң, үстіне 2,5 стақан ұнымызды саламыз. Ұнымызды салған соң, жақсылап тез-тез араластырамыз, оттан алмай. Толығымен араластырып болған соң, отымыздан алып, бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Және де үстіне 1-2 жұмыртқадан салып, араластырып алатын боламыз. Егер толықтай жұмыртқаның барлығын салып жіберетін болсаңыздар, араластыру өте қиынға соғады. Сондықтан екеуден мен жұмыртқа салып араластырып алатын боламын. Жұмыртқамызды араластырып алған соң, үстіне 1 пачка разрыхлитель де салып жіберетін боламыз. Міне менде осындай қамыр болып шықты. Осылай жұмсақ та емес, қатты да емес. Енді бұны осылай арнайы пакетке салып, листімізге құйып шығатын боламыз. Мен осылай ұзынша істедім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша егер домалақ істесеңіздер де болады, осылай ұзынша етіп істесеңіздер де болады. Енді бұны 180 градус пеште 20-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Кремі менде 20% қаймақ. Соны салып аламыз ыдысымызға, және де үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұны 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қантымыз ерігенше, қантымыз еріген соң, осылай барлық корждарды осылай батырып алып, тарелкамызға теріп қоятын боламыз. Барлық нандарды осылай кремге батырып алған соң, жарты сағатқа холодильнигімізге қойып қоямыз. Ал жарты сағаттан соң үстіне осылай шоколадты жағып шығамыз. Шоколадты мен жай ғана өзім микроволновкаға ертіп алдым. Міне менде дамский палочка тортым дайын болды. Өте дәмді, өте нәзік болып шығатын торттардың бірі. Егер сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.